Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге өте дәмді, әдемі, ерекше ананастан салат дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысқа піскен тауық етін ұсақтап тураймыз. Яғни ұсақтап тураған кезде пышақпен турасаңыздар да болады. Бірақ ет өте жұмсақ болғандықтан мен қолмен осылай етті ұсақтап тураймын. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналында көптеген рецептілер бар. Тәттілердің, тамақтардың, салаттардың, қыстық салаттардың барлығының рецептілерін көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы бейненің төменгі жағында тіркелемін деген батырма бар, соны бассаңыздар жеткілікті. Тауық етін ұсақтап, осы қолмен ажыратып турап алдым, дайын. Енді үстіне майонез жағамыз. Майонезді тура осы бейнеде көрсетілгендей тек қана үстіне осылай салып шықсаңыздар болады, бірақ мен жақсылап жағамын. Жаққан кезде кішкене дәмі кіреді салатын. Содан кейін ананас саламыз. Мен консервіленген арнайы банкіде сатылатын ананасын кезектерін сатып алдым. Бірақ ананасын өзінде сатып алып, бірнеше бөлікке бөліп, салатқа қоссаңыздар болады, тіпті дәмді болады. Міне барлық ананас салғаннан кейін сырды үккіштен өткіземіз. Негізі үккіштің кез келген пышағынан өткізе берсеңіздер болады. Мен үлкен жағынан өткізіп жатырмын. Сырды да кез келген ала беріңіз, кішкене қатты болса болды. Сырды салғаннан кейін біркелкі етіп, осылай ананастың үстіне тарелкаға жақсылап қойып шығам. Яғни жайып шығам. Содан кейін осы сырдың үстіне аздап майонезді жағып шығамын. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздерші. Енді ерекше дәмді бір жасағаннан кейін қонақ шығарған кезде де өздеріңізге де жасайтын боласыздар. Және ең соңғы піскен жұмыртқаны үккіштен өткіземіз. Жақсылап үккіштен өткіземіз. Содан кейін жақсылап осы тарелканың үстіне жайып шығамыз. Содан кейін майонез жағамыз. Майонезді мен осындай силиконды күрекшемен жағып шығам. Салаттың үстіне өте ыңғайлы және жақсы жағылады. Енді кішкене жабысады әрине күрекшеге. Біркелкі етіп жағылады. Содан кейін ең соңғы ананаспен салатты әдемілеймін. Бірақ ол міндетті түрде ананастың барлығын салудың қажеті жоқ, көп мөлшерде. Аздап қана, шетіне ғана ананасты қойып шықсаңыздар да болады. Менде енді ананас көп қалғандықтан осылай әдемілеп шықтым. Баршаңызға ас болсын. Егер осы рецепт пайдалы болса, осы рецепт бойынша салат дайындасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфия.